Қайырлы күн, менің есім Манел. Сіздерді КМФ Демеу корпоративті қорының Most Business инкубаторымен ынтымақтаса отырып жасаған Финбос атты курсымызда көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз барлығымызға қызықты болатынына сенімдімін. Бұл біздің мақсатымыз бен қалауларымызға тікелей байланысты. Қаржылық мақсатты қалай қою керек және жоспарлау керек. Ойланып көріңіздерші, мақсат пен қалаудың қандай айырмашылығы бар? Қалау бұл жай ғана адамның ойында жүретін, бірақ іске аспайтын дүние. Ал мақсат болса, ол біздің күнделікті ұмтылысымыз. Мақсат ол болашақты ұзақ мерзімді жоспарлау. Бұл қалауларды іске асыруды жоспары. Тағы қандай нұсқа? Қалауда бір күні мақсатқа айналуы мүмкін. Жақсы түсінікті. Егер сен бір нәрсені қаласаң, оған қол жеткізудің жоспарын құрсаң, демек сен алдыңа белгілі бір мақсат қойып жатсың деген сөз. Қалау деген ол, мысалы, сен Стэнфорд университетіне түскің келеді, бірақ ол үшін ештеңе жасамайсың. Ал мақсат болса, сен оны алдыңа қойдың және соған қарай әрекет етесің. Дұрыс. Ал енді былай жасап көрейік. Мақсат дегеннің қасына қаржылық деген сөзді қояйық. Ойланып көрейік, бұдан не өзгереді? Қаржылық мақсат деген сенің қаржылық жағдайыңның мінсіз болуы. Мен дұрыс түсіндіре алмай жатырмын. Мен сені түсіндім. Тағы кімде қандай нұсқа бар? Бұл дегеніміз бізді қаржылай тәуелсіз ететіндей, табысымыздың жоғарылауы. Ал енді қараңдар, бізде мақсат деген бар және қаржылық мақсат деген бар. Мәселен, сіздерде компьютер сатып аламын деген мақсатыңыз бар. Ойынға арналған немесе әдемі бейнероликтер жасауға арналған компьютер делік. Компьютер сатып алу деген ол жай ғана қалау. Ал қаржылық мақсат дегеніміз бастапқы мақсатқа жету үшін бізге қанша қаражат керек екенін анықтауға көмектесетін құрал. Ендеше дәл қазір сіздермен қаржылық мақсатты анықтап көрейік. Дима, сенде Стэнфорд университетіне түсу деген мақсат болды ғой? Мен Мәскеу мемлекеттік университетіне түскім келеді. Жақсы, ендеше оқуға түсу туралы қалауыңды қалай қаржылық мақсатқа айналдырасың? Қаржылық мақсатқа сен алдымен университетке түсуге қанша қаржы керек екенін есептеуің керек, солай ма? Негізі көп ақша керек емес, тек қабылдау емтиханына баруға болмаса? Егер сен грантқа түсуді көздесең, бірақ грантқа түсу үшін саған дайындалу керек қой, солай емес пе? Ал дайындық жүргізу үшін репетитормен жұмыс жасау керек, солай ғой. Сәйкесінше репетиторға ақша төлеу керек болады. Міне осы сенің қаржылық мақсатың болып есептеледі. Тағы кімнің қандай қалауы бар? Үй сатып алуда бұл сенің қалауың, ал қаржылық мақсатың соған ақша жинау. Үй сатып алу үшін саған қанша қаражат керек? Қандай үй алғың келеді? Ол қанша тұрады? Бір бөлмелі пәтерді 12 миллион, 15 миллионның арасында алуға болады. Жақсы, демек сенің мақсатың пәтер сатып ал қаржылық мақсатың 15 миллион теңге ақша жинау. Айырмашылығын түсіндіңдер ғой. Сосын мен проценттердің жиынтығын сатып алғым келеді, яғни дайын эффекттер. Ал оған қол жеткізу үшін 5000 теңге жинау керек. Қаржылық мақсатың 5000 теңге жинау ғой. Жақсы, жарайсыңдар. Қаржылық мақсаттың не екенін түсіндік қой, үйге барлықтарыңызға тапсырма. Қаржылық мақсаттарыңызды ойланып келу. Енді ойланып көрейік. Бізге мақсатымызға қол жеткізу үшін не керек? Оқыңыздаршы, ол үшін бізге оны көз алдымызға елестету керек. Мақсатыңды көзіңе елестет. Қажет адамдармен араласып мақсатқа жету туралы сұхбаттарды қоя білу, барлық ақпарат көздерінен мағлұмат алу, осы тақырып бойынша блогерлерді бақылау, достарыңнан және туыстарыңнан көмек сұрау. Қалай ойлайсыңдар, мақсатың орындалу үшін не істеу керек? Мақсатты орындаудың жоспарын құру және керек мағлұматтарды жинау керек. Жоспар құру керек, сол тақырып бойынша блогерлерді бақылау керек, тағы ақпарат іздеу, әртүрлі ақпарат көздерін қамту, тағы сол тақырыпты түсінетін достарыңнан көмек сұрау. Қалай ойлайсыңдар, сіздер атағанның барлығы не байланыстырады? Әрекет байланыстырады, дұрыс айтасыңдар. Мақсаттарыңның жүзеге асуы әрекет ету. Мұнда жазылғанның, сіздер атағанның барлығы да бұл әрекет. Яғни жоспарлау, іздеу, сұрау, табу. Қалай ойлайсыздар? Біздің әрекетіміздің іске асуы немен байланысты? Біздің мінезімізге, жауапкершілігімізге,
жағдайларға, амбицияларымызға, белсенділігімізге керемет, жарайсыңдар. Сіздер барлығын атап шықтыңдар. Біздің әрекетіміз әдетімізбен байланысты. Ал әдет деген не? Бұл біздің күнделікті қайталайтын әрекетіміз, біздің бейсаналы түрде жасайтын әрекетіміз. Дұрыс айтыңдар. Расында да әдет дегеніміз ол біздің күнделікті қайталайтын нәрселеріміз. Бейсаналы түрде қайталайтын әрекетіміз. Психологтар адамдардың мінез құлқын зерттеп, олардың ақшаға деген көзқарасының 4 психотипін анықтады. Мен қазір әдетті тізіп шығып көрейін. Содан соң бәріміз бірге сол адамның қандай психотипке жататынын анықтаймыз. Біріншісі, қолындағы ақшаның барлығын еш ойсыз жарататын адамдар. Оның ең сүйікті фразасы «бір ақ рет өмір сүреміз». Бай екен, жауапкершілік жоқ, киім құмар. Тағы қандай нұсқалар бар? Ысырапшыл. Психологтар бұндай адамдардың түрін ысырапшыл деп атаған. Қолындағы барын ойсыз, есепсіз шашып тастайды. Ол адам не өте бай, не миы жоқ. Келесі адам түрі ол ақшаға лас нәрсе ретінде қарайтындар. Әдетте ондай адамдардың табыстары орташа келеді. Қалай ойлайсыздар, бұл қандай типке жатады? Оларды кім деп атайды? Ақшаға дұрыс қол жеткізе алмайтындар. Аскет. Жарайсыздар, бізде екінші тип ол аскет. Үшінші типке ақшаны өте қатты, жақсы көретіндер жатқызуға болады. Олар ақша жинағанды жақсы көреді, және жаратуды ұнатпайды. Егер жақын туыстары оның ақшасын жарататын болса, ол ашуға булығады. Қалай ойлайсыздар, ол кім? Крабс мырза, Сараң, Ашкөз, Скрудж Макдак. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше Крабс мырза, Скрудж Макдак, Сараң, Ашкөз, осының барлығы кім? Дүние қоңыз. Дұрыс айтасыңдар. Үшінші тип ол дүние қоңыз. Психологтар атап көрсеткен 4-ші типке қаржыға қатысты шешімді дұрыс қабылдай алатын адамдар жатады. Бұл адамдар ақшаны ақылмен басқарады, дұрыс жинай алады, оны қажетіне қарай жарата алады. Олар болашақпен өмір сүреді. Қалай ойлайсыздар, ондай адамдарды кім деп атауға болады? Жауапкершілігі мол адам, білімді, данышпан, өз өміріне жауапкершілікпен қарайтын адамдар. Психологтар ондай адамдарды ақша ұстау шебері деп атаған. Дұрыс айтасыздар, данышпан десек те болады. Мен Энтони Робинсонның «Деньги, мастер игры» кітабын оқығам. Ол жақта дәл осы 4 тип суреттелген. Жарайсың, керемет, сен ол кітапты оқысаң, онда өзіңді ақша ұстау шеберімін деп есептей берсең болады. Сондай-ақ Уоррен Баффет, Билл Гейтс сынды тұлғалардың кітаптарын оқуға кеңес беремін. Керемет ұсыныс. Негізгі көрсетілген типтердің біреуіне ғана жататын адамдар сирек кездеседі. Біздің де ішімізде осы айтылған 4 типтің барлығы бар. Кей түрі басқарылғаннан басымырақ болады. Кейбіреуі қатты байқалмайды. Өздеріңіздің бойларыңызда қай тип басым екенін дәл осы қазір ойланып көріңіздер. Барлығымызға ақша ұстау шебері болу үшін не істеу керек? Ақшаның қалай келіп кетуі неге байланысты деп ойлайсыздар? Ақшаның мөлшеріне байланысты, әдетке байланысты, ақылға байланысты, біздің әрекетімізге байланысты. Ол үшін не істеуіміз керек? Әрекет дегеніміз не? Қандай да бір мақсатқа жету үшін немесе ақша ұстау шебері болу үшін бізге қандай әрекеттер әдетке айналуы керек? Бізде басында Айбынға видеоны өңдеу үшін компьютер алу керек деген мақсат қойдық. Айбынның бойында қандай жаман әдеттер бар, және ол өз мақсатына жету үшін қандай жақсы әдеттерді бойына сіңіру қажет. Ақшасын анасына беру керек, ойындар сатып алуды доғару керек, ысырапшыл болмау керек, адамдарды алдамау керек, қажет емес заттарды сатып алмау керек, ең қымбат модельді таңдамау керек, есептемеу мен жоспарлаулары керек. Сіздер арасымен де зиянды әрекеттер тізіп шықтыңыздар, ал енді жақсы әдеттерін бойына сіңіру қажеттігін тізіп шығайық. Ақшаны үнемдеп жұмсау, дұрыс, бағасына мән беру, тәртіп орнату, тынбай жұмыс жасау, қателіктерден сабақ алу,
Қолда барды бағалау. Керемет. Біз сіздермен қалау мен қаржылық мақсаттың айырмашылығын түсіндік. Енді сіздер бойларыңызда қандай да бір жаман әдет болса, одан арылуға тырысасыздар деп ойлаймын. Жақсы әдетті бойларыңызға сіңіріп, ақша жинап, дұрыс есептеп, ақылмен жаратасыздар деген сенімдемін. Әдеттер өте көп. Әркім өзіне тек керегін таңдау қажет. Мен жақын болашақта сіздердің әрқайсыларыңызда ақша ұстау шебері болуларыңызға тілектеспін. Сонымен қатар қаржыны ақылмен басқарып, оған жауапкершілікпен қарайсыздар деген үміттемін. Және бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Рахмет.